Құрметті әріптестер, биыл бүкіл қазақстандық 7-ші математика, физика және программирование ғылымдарының мұғалімдерінің жарысы өтеді. Желтоқсанның 1 мен 2-сінің аралығында Алматыда сіздерді шақырамын. Бұл жиналыс, бұл олимпиада осымен 7-ші рет өткізіліп отыр. Үлкен жетістіктеріміз бар. Бұнда біздің бүкіл республикадағы мұғалімдердің, математика мұғалімдерінің өзінің біліктілігін көрсетеді, іскерлігін көрсетеді, ақыл парасатын көрсететін жиналыс. Оны тек қана есеп шығармайды, сонымен қатар өздерінің әдістемелік, өздерінің жетістіктері, солардың бәрі де халыққа түседі. Мен барлықтарыңызға жетістік тілеймін. Сонымен қатар менің мектеп директорларына, аудан оқу бөлімінің, облыстық оқу бөлімінің басшыларына арналған бір өтінішім бар. Бұрынғы жайларды ескерсек, кейбір директорлар мұғалімдерді бұл жарысқа жібермейді екен. Менің өтінішім, қолдарыңыздан келгенше қолдау көрсетіңіздер. Жол пұлын төлеп беріңіздер. Пойыз жол болмаса, автожол төлеңіздер. Автожол болмаса, жартысын төлеңіздер. Сонда сіздің мектебіңіздің, ауданыңыздың, облысыңыздың аты шығады. Сонда ғана сіздің шын парасатты, ақылды басшы екендігіңіз белгілі болады. Бірліктеріңізге денсаулық тілеймін, табыс тілеймін, жарыста жеңіс тілеймін.